Белгілі стендапер Тілеген Еркінбеков YouTube'ты бағындырмақ. Жаңа подкаст шоуын ашқан Тілеген Еркінбековтің айтуынша бұл YouTube саласындағы жарып шығатын жоба болмақ. Сен спонсор ретінде бірінші шақырдым деп. Давай. Все, дисклеймер кетті. И давай андай 1-2-3 дейміз да екеуміз ха-ха-ха деп күліп типа андай. Типа күшті әңгіме кетіп жатқан сияқты. разгон үйдің басталған. Давай, 1-2-3. Өзім күлгеннен күлме кетті. Біз қазір немеде үйде түсіріп отырмыз. Бұл біздің жалдап тұрып жатқан пәтеріміз. Сахид бізде қонақта. Сахид Дәулетбаев. Көршісімін. Иә, 2 көше төмен тұрады. Мына неге шақырып отырмыз, потому что бір микрофон Сахидтікі. Мен просто чухать етіп отырмын да, что Тілеген ертең медийный адам болып кетеді да. Сол үшін мынау менің инвестициям. Микрофон сатып алдым да. Тілеген подкастына инвестиция. Иә, ертең осы подкаст 200 мың 300 мың жинап жатса, ол айтады типа маған ақшамды қайтар деп айтады да, құйған 30 мың теңге. Ол доллармен алдым мен, курсына қарай болады. Доллармен алдым еще. Доллар өссе, доллардың курсымен айтасың. Короче, екем енді подкаст в целом андай юмористический, типа әзілдің маңайында болады. Қалай жазу керек и так далее. Сен енді КВН ойнадың. Сен стендапқа шығып көрдің, бірақ өте тез. Бір-ақ рет. Бір рет шықтың. Мимолетно. Неге тоқта қалдың? Мен ол кезде шыққым келген жоқ, по идее. Мен просто пацандармен разгонять етіп жүрдім ғой, почти бәрімен разгонять етіп жүрдім, там жекемен болсын, в основном жекемен там. И өзімде де материалдар жиналып жүрді, там 1-2 блок болған, прикольный. И потом үйде қудыртып отырдық та, гала бар как раз. Жолда кетіп тұрсыз, гала болмай қойды, шық деп остановкаға отырмыз, автобус күтіп, шық, до конца болмай қойды. Райға жетеміз, ол кезде Қарасай Батыр Нұрмаковадағы рай. И жоқ қума керек жоқ, мен вообще не расписано ғой, просто, тезисно 1-2 блоктар бар, мен білем, не добиты, ничего, просто жай. И тұрады да, короче, болды басаямыз дейді, и балалардың біразы жоқ қой, короче, 4 адам жоқ, сәлемнен келу керек болған. И маған тұрады да, уақыт созу керек, шығасаш да болмай қойды, короче. Типа примерно бірдеңелер бар ғой айту хотя бы созып. И шығамда өтірік ана басымдағы нелерді сол на месте разгонять етіп қуып сөйтіп. Күлдірт алдым ба? Прикольно болды. На месте, короче, ана атмосферадан нормально болып кетті, короче. Пойдет. Видеосы бар ма? Видеосы бар. Бірақ ешкімге көрсетпейсің. Сен даже маған көрсеткен жоқсың, иә? Көрсеткем, сен қараған келген жоқ. Қой, мүмкін емес. Көңілің қалып қалды, содан вообще стендапқа шықпайын деп ойладым. Сондай нәрсе болды. Но все в целом енді юмор, в частности стендап туралы түсіресің. Стендаперларды шақырасың. Стендапер. Или не только стендапер. Енді мен КВНщиктермен қатты араласпаймын. То есть енді өзіміздің дос балаларымыз бар, КВНщик, Жайдармаш. Енді солармен шығып сөйлесуіміз мүмкін. Ішкі кухнялар не болып жатыр, қалай болып жатыр деген секілді. Бірақ ол мен қатты енді қызықтырады деп айта алмаймын. Бірақ аудиторияға қызықты болса, типа сөйлесуге болады да. Енді 15 адамға қызықты болса ол тема. Негізінде стендап қой. То есть мысалға просто мен, например, комиктер келсе ертең қонаққа, и олармен әзілді қалай жазады, сондай, да. Ал мен сенімен, мысалға мен енді сенімен араласып жүргеннен сен өлең айта аласың, например, дауысың бар, сен инструмент, гитара, укулеле бәрін ойнай аласың, короче. Сен актерский прикольный, сен сценарий жаза аласың, сенде бәрі бар да. Но сен андай керек жоқ та ол саған. Пофиг, короче, қолданбайсың ешқайсысын. Қатты максимально қолданбайсың, 100% сығып. Менде мысалға түкте жоқ, но мен андай әйтеуір ілініп салынып стараться етемін. Сенде бәрі бар. Сенде бәрі бар, но сен қолданбайсың да, и мен соған таңғаламын саған. Сенде кажется, что сенде түк жоқ. Жоқ, рас айтам. Мен саған ол туралы бір рет айтып едім ғой, помнишь, неме туралы айтқанын ұмытып қалдым. Сен білесің ғой мен памятімді. Осы теманы мен саған прям разжевывать етіп айтып бергенмін, неге олай. То есть плохо, когда сен наоборот разные нәрселерді істей аласың да, но сен оны істей аласың бір 10%, 20%-қа, типа соны істейсің да, типа поверхностно. А бір конкретно ремесломен айналыспайсың да. Сенде конкретно ремеслоң ол стендап қой, шығу, писать шутки, выступать деген сияқты. Сол сен ремеслоң да, сен сонымен прям жұмыс жасайсың. Сен өзің там выжимать етесің, по максимуму болмаса да енді стараешься деген сияқты. Например, мен могу там играть там на инструментах, там петь, что-то там сыграть, что-то там, не знаю, спародировать деген сияқты. Но мен онымен айналыспаймын ғой конкретно.
мен оның там 5% ғана қолданамын, когда арамызда отырған. Возможно, мен ол 5%-тен асырып оны істей алмаймын. И кому-то покажется, что мен типа, о, сен ана істей аласың ғой, неге істемейсің? Просто менде ондай способность жоқ. Менде желание, усидчивость, там, где-то коммуникация, где-то там, не знаю, просто андай до конца соң выжимать ете алмаймын да. Вот ол скилл сенде бар да, наоборот, сен мына жерде выигрышный позициядасың, потому что сенде скилл бар, что сен бір нәрсемен айналысып, цель қойып, соған жете аласың да, соны выжимать ете аласың. Трудоспособность деген сияқты ғой, банально. Мен типа андай, мен сені түсіндім, сен типа барлық сферадан біраз білесің да, но 100% білмейсің, сол үшін сенде болмайды деген секілді ғой, иә. Сен даже, например, стендапты сен, ладно, 100% білмейсің, даже 50%-қа білесің де, а мен, но сен бір нәрсені 50%-қа біліп тұрсың, иә, например. Допустим, ну, бір нәрсе ғана білмейсің ғой, конечно, сен. Но, допустим, стендапты 50%-қа біліп тұрсың. А мен там 5-6 нәрсемен интересоваться мүмкін, бірақ ол жерде мен 5-10%-қа ғана жасай аламын. Каждыдан типа 12% деген секілді. Да. И тут желательно лучше бір нәрсені конкретно бір 60-70%-на дейін жеткізіп істеу ғой, негізі. Орикпен сөйлестім ғой, біздің бір адам. Дархан Оспановпен сөйлестім алдында. И то есть тоже сондай тема болды да. Мысалға Аманжан, например, чисто стендаппен айналысып жүр. Басқа ештеңемен айналысып жүрген жоқ, типа сонымен ақша табамын деп болды. Күні-түні шуткасын жазады, барып выступать етеді. То есть ремесло қылып алғанда, прям жұмысын қылып алғанда основной. Ал біз типа основной жұмысымыз бар, еще ана жаққа барып сценарий жазамыз и типа бос қалғанда сразу барып стендапқа выступать етеміз да. Типа 4 нәрсе істейміз, типа 30%-тан. А стендап типа 80-90% шығарып жатыр стендаптан Аманжан. И ертең выбор туады ғой, мысалға кімді аламыз деген секілді. Например, айтады да, Асхат, мысалы Тоқтарханов чисто сценарий жазады. Бизнес по-казахски, в Корее жазған автор мысалға, иә, авторлардың біреуі. И ол чисто сценариймен айналысады. Ол мысалы стендапқа шықпайды, там басқа бірдеңе істемейді, ол чисто сценариймен айналысады. Дархан айтады да, ертең сценарист керек десе, кім сценарист? Асхат сценарист. Дархан былай дейді да, Асхатты алады. Стендап десе, типа Аманжанды алады. Ал мен андай бәріне по чуть-чуть білемін да, но не там и не здесь деген секілді әңгіме айтты да. Иә, сол нәрсе ғой. И сенде типа сондай нәрсе болып тұр ғой, иә? Ну, плюс-минус сол ғой. Мне кажется, любой нәрсені сен жасасаң, ну, кәдімгідей соған зейін қойып жасау керек та. Ну, хотя бы там 100% сен сонымен кір кетпесең де, хотя бы жаңа айтқандай там 80-90% болсын, өзің уақытыңды арнап конкретно. Сол жасап жүрген нәрсеңде бір цель қойып, допустим, там сольник берем, неде мысалы, какой-то бір Алатау стадионда сольник берем деген бір, мысалы, глобальный бір целім бар. И сен соған жұмыс істейсің. А сен когда разрываться етіп жүргенде, ол целіңе саған жету қиын ғой. И сен уже понимаешь, маған целіме жету үшін, маған қазір полностью надо переключиться на стендап дейсің да, сонымен жұмыс істейсің. И, скорее всего, сол адамда получится, который именно сол бағытта ғана жүрген. Но, например, сен КВН-мен айналыстың, мысалға. И КВН-де енді команда ойын болғанымен, например, 7-8 командада 7-8 бала болады да, и ішінде бір-екеуі стрелять етуі мүмкін, и қалғандары андай просто өмір сүріп кетеді. И сен, например, КВН-мен бастаған кезде қандай мақсатпен бастадың, например? Совсем школьный КВН болған кезде просто классно выступать, Астанада выступить, республиканский масштабта выступить деген сияқты болды да, но никогда не было, что мен вышканың чемпионы болам, или тағы бірдеңе болам деген. Өткенде сон тоже опять-таки Дархан мен сол туралы сөйлескен кезде, ол наоборот айтты, бізде финалға жетсем екен вышкан деген план менде цель болды дейді да. И ол, соответственно, сол цельға жетті. А менде қандай цель болды? Просто выступать с пацанами, өзіміздің класстастармен ғой еще. И просто республиканский масштабта шығып көрсе екен деген. И сол цельға шықтым да, и все. А мен дальше, когда оған шығып қойдым, маған уже о кезде как бы КВН қатты интересно болған жоқ та, дальше мен по КВН цель қойған жоқпын. И, соответственно, цель болмағаннан кейін мен ештеңеге жеткен жоқпын дальше. А опять-таки Дархан конкретно былай цель қойды. Финалға дейін барсам деген. И ол барды, но чемпион болған жоқ, потому что чемпион болып дегенде цель қойған жоқ та. А вот, например, Эльдар Жұмағалиев, Элемент. Чемпион қойды. Ода цель болды, он хотел этого. По-любому цельдан зависит. Рас, негізінде рас екен сол. Иә. Мысалға мен де қазір соны байқап жүрмін. Мен де соны байқап жүрмін. Типа мақсат қойсаң жолын іздейсің екен по-любому. Иә.
А мен последний жылдар солай болып кетті менде. Ну, болған болады, ну что у меня получается, мен айналыса беремін. Главное там просто там деньги заработать жүріп тұрғаныма дегенде менде конкретно вот ол жаман, но цель жоқ. Глобальный бір целім жоқ менің. Типа менде там размытый цельдар бар, там үй алу деген сияқты. Ол размытый цельда сен үй алу үшін сен разный жолмен баруға болады. Сен конкретно бір жолын қойып алу керексің да, там, не знаю, мен там банкир болсам, мен директор банка болам, тағы бірдеңе болам, там, не знаю, филиалдардың үстінен қарайтын, там, головной офистің директоры болам деген сияқты бір цельдар болса, уже ол конкретно ашық. Просто бар ғой, ой, адамның ойы қатты өзгереді. Ну, мен просто ана сөз жақсы ұнайды да, андай, типа, өлген адам ғана ойын өзгертпейді деген. Мен универ бітірдім, КВНмен, типа, қоштастым, болды. Ойнамаймын, уже ақша табу керек деген ой болды да. И мен универде жұмыс істедім ғой, 3 жыл. И менде андай ой болды, скоро магистратураға түсіп бітір келсем, и осы универде руководитель болсам, бір отделдың деген. Ну, то есть, қазір мен үшін ол, ну, мен үшін керек жоқ нәрсе да. Но сол кезде менде сондай ой болды. То есть мен өмірімде соған арнап жібере жаздым. Жақындап қалдың ғой чуть-чуть. Сен универде істедің ғой. Но потом сен бір моментта магистратурада ол оқып жүрген кезде уже мен түстім, 3-ші попыткадан түстім да, оқып жүрген кезде маған ол өмір вообще керек жоқ екен. То есть мен қазір бітіріп, барып ана жерде руководитель болып 160 мың алып отырған, маған керек жоқ. Ол нормально өзгерту, я. Если ты чувствуешь, что ложный цель болды мен деген сияқты. Но относительно сен КВНщиктердің арасында мысалға қазір жақсы жерде жүрсің, то есть андай болып кеткен жоқсың ғой, семейде қалып и то есть просто бір жұмыс істеп кеткен жоқсың. Ну все же относительно. Типа семейде жүрген КВНщиктерді относительно там, не знаю, вообще жұмысы жоқ бір безработный жағдай жоқ адамның қасында намного жақсы жағдай. Бәрі относительно, по идее. А мысалға біздің арамызда жүрген мысалға сенің жанында мысалы относительно мен наоборот типа сдал позиции, мен мысалы намного арттамын. Жоқ, имел в виду творческий сферада жүрсің бәрібір сен. Ну жүрмін, но какая разница, бәрібір мен мына уже относительно дегенде уже ар жақпен салыстырмау керек. Мен уже мына жаққа келіп алдым ғой. Мына жақтағы адамдармен салыстыру керек та уже. Иә. Мен мысалға барғанда ауылда футбол ойнағанда слабыйлармен ойнайтын да. И олардың ішінде мен өзім мындай гол салып часто бар ғой. То есть топовый футболистердің біреу слабыйлардың арасында. Мен қалаға келгенде андай мықты ойнайтындармен ойнағанда вообще андай аяғыма доп тимейтін. И сен тұрасың да, ну, относительно ауылдағы балаларда мен жақсы ойнаймын деп жүре берсең, сен қалалардан никогда лучше болмайсың ғой. А сен уже начинаешь, когда қалаларда балалармен салыстырып өзіңді соларға жетем деп, уже ауылдағы балаларды ұмыттың, которые сен олардан жақсы ойнайсың. Ана жақсы, сенен жақсы ойнайтын балаларға тең, уже өзің тең еметсең, у тебя дальше типа пойдет. Негізінде. По-любому адам күнде бірдеңе үйрене береді ғой, өсе береді ғой. И, например, рост туралы айтып отырмыз ғой. Мысалға орысша стендапта стендаперлар бар. Мен мысалы Михаил Зейферт деген секілді. Прикольный адамдар ғой, комиктер ғой, күлкілі. Бірақ олар 7-8 жыл бұрын бастаған. Когда Алматыда стендап дегенді особо ешкім білмейді әлі. Потом мысалға олар бастаған, 2 жылдан барып сәлем ашылған стендап. Сондай нәрселерді. Қазір олар жүр выступать етіп. Орысшада зал көп, ана-мына бәрі нормально. Қазақшаға біз сондайға келіп отырмыз, когда халық сол бір 40-50 адам айналып келіп отыратын. То есть блогерлар ғана залды жинайды. Сен стендап комик ретінде сен ешкім танымайды, мойындамайды. И сен зал жинай алмайсың. Қорқасың бірдеңе жасауға, потому что ешкім жинамайды. Даже просто бір проект жасап басасаң, қазақша стендапқа ешкім жиналмайды. Ол үшін обязательно ішінде бір медийный біреу болу керек. Аудиториясы бар, который солар келетін. Қазақша стендап сондай уровеньде жатыр қазір. И мен алдында ойладым да, онда мен орысша стендапқа қазір бара берейін деп. 5-6 жылдан келе салам деген секілді. И ойладым, может ол эгоистично ма, может қазір қазақша стендапқа жалғастырып, и топовый болып алуға деген секілді. Эгоистично? Ну, чуть-чуть эгоистично болғанда, ну, возможно, сенсіз өсуі де мүмкін, но өспей қалуы да мүмкін ол. Андай ғой, қазір андай стадияда, когда қазақша стендап, андай стадияда, когда все должны работать над брендом, қазақша стендаптың брендына жұмыс істеу керек та барлығы. Полностью раскачивать ету керек, өз-өздерін стендап комик ретінде позиционировать ету керек та.
просто Қазақстанда андай болмау керек. Біреуді там шоуға шақырса адамдарды, там әншіні шақырады, там не знаю, блогерді шақырады, спортсменді шақырады, актерді шақырады, мысалға, как стендап комиктарды лично стендап комик ретінде позиционировать етіп бір жерге шақырған. Вот недавно ғана вот басталды, вот түнгі студияға келді стендаперлар. Вот осы уже прикольно. Олар конкретно не как сценаристы, КВНщики или блогеры пришли, а как именно стендап комиктер ретінде келді. Олар солай позиционировать етті. Бүгін бізде қонақта стендап комиктер деп. И олар солай шыға берсе, уже адамдардың миында қалыптасып қалады. О, есть стендап комиктер бар. О, стендап деген движение бар бізде деген сияқты. А ол үшін жаңағыдай жұмыс істей беру керек. Не только там основной 5-6 адам, каждый, даже ноунейм стендапер болса деген шығып жүрген. Разный шоуларға барады, өздері шоу жасайды, бағандағы айтқан не сияқты, стендап клуб номер 1 сияқты. Бағана за кадрым айтқан. Біз мынау уже біз нешінші рет түсіріп отырмыз біздің. Стендап клуб номер 1-де солай болды ғой. Бәрі ноунейм ғой оларды. Бәрі ноунейм болды. Раз оларды ашты, там шоулар кетті, стендаптан бөлек. Потому что олардың каждый личный брендін раскачивать ету керек та. Раз кетті там, пора разбираться, вечер, шоу истории, разгоны, самый умный комик, бәрі кетті. И каждый комик какой-то бір шоуда ат кетті да. Там ана бір шоуда бір комик атты, ана шоуда бір комик атты. Лицолар уже качаться етілді. И, соответственно, олардың стендаптарына интерес пайда болды. И қазір нужно качать именно личный бренд, в целом движение личный бренд и по отдельности комиктарды. То есть комиктарды именно стендап комик ретінде тану керек та сені. То есть қазір бар жақсы комиктар, аңсаған типа жақсы комик, ол стендап комик, мысалға. Өз-өзін ол солай позиционировать етеді. Жансая, там, Гала. Но оларды еще и в основном қазір енді стендап комик ретінде, как блогер ретінде таниды. Блогерлар, которые стендаппен айналысып бастаған. Нужно дойти до того, чтобы оларды бірінші очередь стендап комик ретінде қабылдайтындай уақытқа жету керек. Олар соған, Жансаяны явно менің ойымша олай қабылдай алмайды. Уже возможно, я. Гала мен естуім бойынша Гала типа болды видео түкте түсірмеймін. Мен өзімді таза стендап комик ретінде позиционировать етемін деді де, ол блогерство бәріне кетті. И ол бір жыл болмаса да біраз уақыттан кейін андай өзінің жемісін береді. Уже же получается, уже он шақырып жатыр, түнгі студияға келіп жатыр ол. Просто түнгі студияға енді примерно кухняда жүргеннен андай ғой, продюсерлар тағы да басқалар Қазақстанда кім немене вообще жоқ етпейді. Ол жерде андай тема ғой, Нұрлан Қойынбаев өзі КВНщик болғаннан кейін оған ол енді Москваға барған, типа стендапты бүйтіп бағалаған шетінен. И оған ол қызықты. Ол шет жағасын біледі, не болып жатыр тема, немене қалай. И сол үшін Нұрлан Қойынбаевтың Нұрмаханның да, скорее всего, немесі бар. Бір-бірімен коннект жасап, типа осындай вот жасап жатырмыз Нұрмахан арқылы, там дальше. Енді связь ғой, бір-бірінен танып, біліп, лепке келді. Қазақ стендапының болатын жері лепте. И сол жерден келіп көркетті. Қазақша стендапты. И одан кейін біраз уақыттан, бір 3-4 күннен қонаққа шақырды. Ол жерде Нұрмахан да роль ойнап кетуі мүмкін да, типа давай қазақ стендап шақырайық деп айтса, да давай прикольно деген секілді Нұрлан. Но қалғандары түсінбейді, олар кімдер, не дұрыс. Зато келді, типа содан кейін көріп жатыр да. Мықты выпуск болып шықты. Өте прикольно. И адамдар келді да, о, стендап комиктер келді да, күшті выпуск жасады. Уже басқа шоуларды ойланатын болды, о, шақыру керек деп. Там НТК-да бір шоу шақырды, стендап комиктер деп именно конкретно. Бренд ақырындап қалыпса, енді уақыт көп керек қой по-любому. Просто мен, например, енді қазақша стендапқа емес, орысша стендапта жүрдім ғой. Орысша стендапта конкуренция көп. И ешкім видеоға түсірмейді. Қазақша стендап видео түсіріп жүрді да, и менде андай ой болды, неге тағы да басқа проекттер жасамайды деген ой болды. Потому что сен андай 7 минуттық видеоны салып қоясың да, мен қашан танымал болғанды бүйтіп қарап отырасың да, и ол жұмыс істемейді ғой. То есть мен де московский андай стендап комиктерді қарап жүрдім да. Мысалы, мне қазір екеуміз түсіріп отырған подкаст, ол ешкімге керек жоқ. Мен қазір енді, мысалы, допустим, көрсе бір 8 адам көре ма, көрмей ма, типа айналдыра сала ма, то есть. Но біз на опережение жұмыс істеп отырмыз да. Бізде қазір, мысалға, халықтар, қазақ халқы, допустим, андай отыратын, спокойный, просто күлкілі емес болса, просто тыңдайтын нәрсені қабылдамайды. Бар адамдар, которые өте аз адамдар, которые ондайға уже примерно үйреніп қалған, подкаст деген не білет, андай тыңдайды. Но көпшілігі хуйня дейді да, қазір жаба салады. Зайбал немес деген алар дейді да, короче, жаба салады, болды. Но уақыт өте келе
уже адамдардың пониманиясы оянған кезде біреу там шуткалар іздейді, стендапты қалай жазу керек, қалай болды, там қазіргі дамып кеткен қазақ стендаптың историясын білгісі келеді. Сол кезде біздің видеоларымызды тауып көре бастайды да. Сол кезде ол әсер етеді да. Ну оны тоже күтпей уже жасай беріп, мысалы қазір енді потихоньку жасап жатыр ғой, там интеллигентно худы жасап, например. Просто бір адамдар сразу стендаптың форматын қабылдамауы мүмкін да, оларға ол қызықсыз болып көрінуі мүмкін. Но через какие-то шоу, бір шоу жасайды да, комик таниды да, интерес пайда болады личностьқа. И тұрады да, мынау стендаптан ба көрейінші дейді да, стендабын қарайды. Ана личность оған ұнап тұрғаннан кейін, оның уже стендабы өтеді да, ақырындап уже стендаптың форматы да оған өте бастайтын болады да. То есть мында комплексный, ну, вообще бұл продвижение бренда болу керек та, полный. То есть комплексно продвигать ету керек та, оны тек стендап емес, личный брендтарын качать етіп, движуханы качать етіп, там, анда-мында барып, коллабиться етіп, қазір солай ғой по-любому. Везде нужен, ну, маркетинг керек, бүкіл жерде продвижение керек по-любому. Адамдардың личный бренд деген қазір вообще мощный инструмент қой. Если сен өзің аудиторияң жинап алдың, как стендап-комик, ақырда уже сен сөзін өтеді оларға. Саған уже қызығушылық пайда болады, сенің не только там шоудағы отрывоктерің алады, олар уже сен стендабыңды қарай бастайды. Сөйтіп бір адамға деген интерестен уже бүкіл стендапқа интерес пайда болуы мүмкін. Мысалға, вот мен де өзіме интерес шақырып, допустим, медиаларға, әртүрлі каналдарға, ну, то есть проекттармен бүйтіп танылып, тілеген деген адам в целом өмірде бар екен ғой, стендаппен айналысады екен еще деген секілді. И семейный халқы өздері көріп, біздің арамызда андай стендапер бар екен ғой, семейден шығып жатыр. Типа мысалға айтады онда икадағы марка семейдік екен ғой, прикинь деген секілді. И типа мен стендапта шығып жүрем, тиктокта бір жерде жүрем, қарайды, мына бала семейдік екен, прикинь деген секілді. И чтоб мен ертең ГДК-ға бір жерге барып, андай 300 адамды налегке бар ғой, жинайтындай. Сондай уровеньға жеткім келеді да. Например, баяғыда ТНТ стендап шықты ғой. Маған вообще кірмейтін. Ну, маған до сих пор ТНТ стендап кірмейді. И мен оны передача ретінде көре алмайтын. Баяғыда ТНТ-ні қатты қарайтынбыз ғой, там сериалдарын қарайсың, интерный универ, анау реальный пацаны. Потом шоуларын қарайсың, комеди батлды көремін мен, мысалға. Комеди клубты қараймын, но именно стендап на ТНТ-ні қарай алмайтын. Почему-то маған формат кірмейтін. Потом ВК-да паблик болатын, Джордж Карлиннің, короче, нелері. Мем секілді ма? Мем секілді, Джордж Карлиннің фотосы и цитатасы, короче, ну, шуткалары. И прикольно ана пабликқа жазып аламын, тіркеліп, потом уже тұрамын, мына Джордж Карлин вообще кім деймін да, қараймын стендап-комик, қарай бастаймын, и маған сол кіре бастайды уже стендаптың форматы. Потом тұрамын да, 2018-де, ну, плотно маған кіре бастады. 2018 жылы там стройкада істеп жүрем, ютубта қарап отырмын да, пара разбираться тауып аламын, короче. Пара разбираться қарай бастаймын. Прикольный форматы бәрі күшті, там обсуждает, угорает, короче. Ну, вечерний ургант, ой, қалай еді, прожекты Перес Хилтонның бір несі ғой? Новый формат ғой. Новый формат, иә. И сөйтіп қарай бастаймын, уже интерес пайда болады да, уже Долгополовты қарай бастаймын, концерттарын қарай бастаймын. Потом шоу-историяды қарап отырамын да, Орловты көріп қаламын, потом там оның стендаптарын қараймын, сөйтіп. Короче, мен сразу бүйтіп стендап қарап, соларды дальше қарай кеткен жоқпын. Через что-то келдім, короче. Потому что маған изначально стендаптың, чисто стендап форматы кірген жоқ. Маған сондағы ішіндегі персонаждар, личностьтер кірді да, стендап комиктар. Потом интересоваться болсақ, уже стендап кіре бастады. И сол үшін жаңағыдай мысалы интеллигент, возможно, біреу стендап қарамайды, но тұрады да интеллигентный қуды қарайды. Потом интеллигентный қудан мысалы оған тұрады да, там Данияр ұнай бастайды там. О, блин, мынау прикольно дейді да, Даниярдың уже стендаптарын қарай бастайды. И темасын, вайбын бәрін түсініп алады. Вайбын бәрін түсініп алады, иә. Потому что мысалға стендап комиктерді қарап отырасың ғой. Біз мысалға, например, екеуміз өмірде араласамыз да, еме сен андай темаларыңды білем, атмосфераңды білем да, и сен ертең стендапқа шығасың да, әзілдерін айтасың. Сен бірінші рет көріп тұрған адам, бля, мынау вообще кетіп қалшы деп жазады да. Но сен вайбын түсінбейді. А когда сен басқа проекттерден сен уже қандай адам екен білген кезде, сен темаңды хавать етеді да, андай. Сол жағынан жақсы деп тұрсың ғой, короче. Я, короче, ну, комплексно ғой. Только стендаппен ғана заниматься ете берсең, сен личный брендін качаться істемейді никак. Жан-жақтан әкеліп, жаңағыдай. Қазір, ну, осы движухқа кайф кетіп жатыр уже. Пацандар каждый өзінің бір шоуларын ютубқа жасап, анда-мында тиктоктарын раскачать етіп өйтіп. Сөйтіп жатыр да. По-любому личный бренд. Стендап, ну, допустим, личный брендті қалыптастырып алдың, стендаптан қанша табуға болады деп ойлайсың? Ну, болашақта примерно. Қазақша стендап конкретно. Мне кажется, ближайший 3 жыл пока қатты. Ақша жоқ, деші? Ақша жоқ, биыл түк жоқ. Қысқа көрткісі жүресіңдер.
әлі не ғой, тек стендапқа келеді ғой, әлі ондай табатындай емес. Жалғыз комик пока жинай алмайды. Еще аудитория жоқ әлі. Я студенттер не платежеспособная аудитория. Жалғыз комик жинау керек қой, когда сен 10 адам болып, жинауың мүмкін там. Ананың адамы келеді, сөйтіп жинауың мүмкін. Но сол тапқан ақшаны 10-ға бөлген кезде там фигня. Когда вот жалғыз қазақша стендапқа выступать ететін жалғыз комик зал жиналатын кезде, сол кезде заработают типа. Сол дәрежеге жеткенде. Например, жалғыз өз комик шығатындай. Мысалға, пара разбираться деген бағдарлама болды ғой. И Долгополов деген комик. Сол жерден жүрді Дербышки деген бір қаланы, типа қолтықтағы жүндер секілді деп андай теңеулермен. Туалеттегі не деді? Андай туалетті жуатын бірдеңе. Короче, андай неше түрлі теңеді. И бүкіл Дербышкинің типа адамдары Долгополовқа, короче, деп атты мысалға, И сол арқылы танылып кетті да, бәріміз пара разбирацияны көріп кеттік. Долгополовпен интересоваться етіп, не істеп жүр, кім вообще, И Жекенмен де дәл сондай оқиға болды негізінде. Бірақ Жекен қазір, то есть өз жалғыз адам жинай алмайды ол. Бір жағынан ол, конечно, жаман қатты күшті кейс емес қой, ол скандал арқылы. Жоқ, қара, мысалға. В целом, Сен Жезқазған туралы мысалы әзіл айтып бастадың ғой. Негізі сен ойлайсың ба, что біз өзіміз, например, комиктер, ондайға дайын емеспіз просто. Алып кетуге ме дальше? То есть, например, Жезқазған, мысалға, допустим, Жекен деген комик бар, Жезқазған туралы әзіл айтты. И халық көтеріліп кетті. То есть, короче, ол черный пиар ғой. 200 адам бір. Черный пиар, но черный пиар тоже пиар. Вот. Оны ұстап алу керек та, дер кезінде. Соны дер кезінде ұстап, может, выступление шығып кеткен кезде, там артынан тақ ұстап алу керек. Просто содан оның еще түрі жатталды, выступление жатталып қалды адамдарға. И оны біраз уақыт адамдар сұрап жүрді. То есть, оның бірақ выступлениясы болды сол. Потом там, не знаю, бір жылдап вообще болған жоқ выступлениялар. Но халықтың есінде ол қалыпты. Там бір жылдан кейін басқалар шығады, Жекен шықпайды, но комментарий жазады қайда деп мысалға. А если ол сол кезде прям ұстап қалды, тағы бір выступление шықты, тағы бірдеңе болды, возможно, Жекен қазір өз жалғыз андай қалаларды аралап, спокойно ел аралап жүру мүмкіндігі болатын еді. Білмеймін, но возможно. Но ол тоже раз не приходится, былай болса бить болушы еді деген келмейді. Солай болды, солай обстоятельства. Одан да не зависит, типа, ол кезде пандемия болып қалды, типа, вообще стендап болған жоқ. Потому что пацандар, балалар дайындалып жүрді, 2020-ның басында рейстендапта каждый четверг проверка болатын қазақша стендап. Вот ана концерттер, бірінші концерт болды, выступлениялар ютубқа салынды. Потом каждый четверг халық нормально келіп жүрді, нет жүрді. Сөйтіп мартта келеді, бам, ковид, тоқтап қалды. И все, одан кейін бір жылдай болған жоқ ештеңе. Жарты жылдай точно. Холодильник дауыс шығып жатыр. Джингл қосып жібересің. Мысалға, Жезқазған примерінде енді бізде қазақта ментал көп, типа тәрбие деген нәрселер енді қатты ғой. И, қазақтар, по крайней мере, соны ұстануға тырысады. Мысалы, тәрбие болу керек, мынаны айтпа деген секілді. Мысалы, орысша стендапта сен барсаң, я вчера занимался сексом деп спокойно айта береді олар. И тыңдап отырған халық үшін ол нормально. То есть, ол адам, ол сонымен айналысты, нормально деген сияқты қабылдайды. Қазақтарда сен талмасың, ол туралы не үшін айтып отырсың? Істедің, зачем айтып отырсың деген секілді бар да, короче. Типа, ондай, вот қандай тақырыптар как будто бы әзіл айтпай қойған дұрыс пока әзірге. Или просто сен қазір мысалы ол туралы әзіл айтпасаң, сен 10 жылдан кейін де солай жүре бересің, ол тақырыпты әзіл айтпай. Қазір сындырсаң, со временем... Я не думаю, сындыру керек деп. Потому что, біздің менталитет солай, менталитет ол ғасырлармен қалыптасқан нәрсе, ол өзгере ғой. Возможно, какой-то комиктар до конца барады там, өзіне ұнағанын жасап, өзінің аудиториясын жинап алуы мүмкін. Бізде енді қазақта бәрі пәк емес, бәрінің әртүрлі ғой мировоззрениялар. Даже қазақ тілінде де жаңағы пошлый шуткалар или там, не знаю, сондай темалар кіруі мүмкін оған. Бір, не знаю, бір 10 мың адам жиналуы мүмкін смело өзінің аудиториясын. 100 мың жиналуы мүмкін. Даже 500 мың жиналуы мүмкін. Но полностью ол өзгере қоймайды, типа. Мысалға, қазақша стендап, мысалы, Талғат вообще боқтамайды ғой, мысалы, боқтық нәрсе қоспайды. Бір рет бляде қаза, мен бағана бля деп айтты. 18 плюс, мысалға, темаларды қозғамайды, но күлкілі.
иә. Ну почему-то күлкілі ғой. Ну то есть без этого же можно обойтись. А пока без этого пока можно обойтись, халық айтатын болады, не істеп жүрсіңдер, анау шығып жүр ғой нормально, осы неге шықпайсыңдар деп типа айтуым, ну айтады солай. Потому что пример бар живой. Вот стендап-комик, например, допустим, Талғат, там ана ештеңе қоспайды, боқтамайды, күлкілі топ стендапер. И біреу шығады да, мысалы, допустим, там, условно, Тима, или не знаю, сен шығасың да, боқтап жүруі мүмкін, и саған айтады, Талғат боқтаған жоқ қой, нормально күлкілі отыр ғой, неме обязательно боқтау керек па саған дейді. Но в то же время саған солай по кайфу. Сен солай жеткізе аласың, сен соған жаза аласың. Жоқ, бұл жерде мен мысалға қара, индивидуальность деген нәрсе бар ғой. Мысалға Талғат өмірінде действительно әлі қыз көрмеген адам болуы мүмкін да мысалға. И ол не деп айтады? Например, мүмкін Тима, мысалға, иә, Темірлан или Жекен, мүмкін бір действительно, допустим, бір жерде бірдеңе болды да, и ол сол туралы мысалға күлкілі ситуация болса, неге оны ол айтып бермеске мысалға? Ну айтып береді, но мысалға, например, боқтайды. Боқтау деген әрбір адам боқтайды да, бірақ сен мынау боқтамайды, выступать етіп жүр ғой, сен неге боқтап выступать етіп жүрсің деп тоже айта алмайды, потому что өмірде боқтайсың да сен, и сен ана жерге шығып бүйтіп, ну то есть кезінде әншілер сөйтеді, мысалға сахнаның сыртына, бля, Зайба, вот это сделай дейді, сахнаға шыққанда, здравствуйте деп тұрады да мысалға. Но қазір ол барьер жоқ қой уже. То есть ақырындап жоқ. Уже ақырындап кетіп барады. Иә, уақытпен өзгеру мүмкін, но пока что ол полностью өзгере алмайды. Ну, короче, если ты хочешь өзің, ну, свою линию гнуть до конца, сен егер өзіңнің өмірің жайлы хочешь пошутить, а сенің өміріңде там сол темалар бар. Ты можешь, если материться, там, өзің выступлениесін, стендабыңда, мысалы, боқтап жіберсең, немесе 18+ бір тақырыптарды қозған келсе, қозға, но пока что сен ближайший жылдар сенде жесткий хейт болады. Либо сен қозғайсың, солай айтасың, до конца сөйтіп кетесің, и жаңағы хейт сенде бола береді. Либо сразу ты перестройся, ондай нәрсе айтпа, и нормально жүр қазір. Бұл жерде по-любому, ну, на будущее по-любому өзгереді, любой нәрсе өзгереді. Любой нәрсені нормаға алып жүруге болады. Ну, в пределах разумного. Но, соответственно, хейтті да аласың. Мысалға, жақында Сабуров келді ғой. И андай, енді ол бәрі Россияда тұрған қанша жыл бойы, уже қазақша менталды кішкене сезінбей қалған да. То есть, әзіл айтып потом ата мен апаның, допустим, там, жыныстық қатынас туралы бір история айта бастайды. Ал біз в целом ондай нәрсені даже ата-анамыз деген секілді обсуждать етпейміз ғой. И көп ел ондай обсуждать етпейді мысалға. Бірақ ол андай орысша менталда, о жақта енді ондай нәрсе нормально да, сен қабылдай бересің да. Ал біз кішкене андай даже Сабуровтан ол ауыр болып тұр да. Хотя Сабуровты Қазақстаннан жақсы көреді. Национальный достояние десе де болады, по сути. Дәл солай ғой. Юмор жағынан. Но даже оның аузынан чуть-чуть ауырлау да. Менде даже мен мысалға қаншалықты там толерантный болып, прогрессивный болғым келсе де, қазақша стендапта мен боқтық естісем, барлық боқтық емес, именно кейбір адамдардың аузынан кішкене бүйтіп нетіп қаламын, қызық болып қаламын. Құлағымды кешіреді. Ол бар ғой, көп қолданса. Көп қолдана ма, сондай. Басында сондай болды ғой. Бля, бірдеңе, бля. Алдында бля, бүйтіп тұрсам, бля, деп көп қоссаң уже. Зачем сен қосып жатсың бәрін деп ойлайсың да? Мынандай проблема болатын басында. Ең бірінші стендап қазақша ашылып жатқан кезде мына проблема болды. Ең бірінші стендап, кстати, 2019 жылы қазақша. Жоқ, баяғыда бір КВНщиктер жасаған, 2000 бірдеңесінші жылдары. Потом осы міне қазір болып жатқан қазақша стендап Алматыдағы осы движняк, жаңағы қазіргі қазақша стендаптағы балалардың арасындағы 2019 жыл 7 мартта болды менің туған күнімде. Сол кезде Дархан шықты, Жансая шықты, Гала шықты, ең айырған Гала болды. Но ана жерге келген стендаперлардың барлығы ең бірінші рет шығып тұр ғой, миында ана нәрсе болды. Боқтау керек. Мен стендапқа шықтым, мен боқтау керекпін деген тема болды. И бәрі практически боқтады, ну, Жансаядан басқа. Бәрі боқтады. И дальше да солай болып кете берді там. Келдім мысалға, кімдер сұлтандар, қашығалар шықты, там, шатырдағы балалар. Олар да боқтықпен кетті, там, біздің балалар да шықты тоже, тималар шықты, боқтық. Олар миында сол тұрды. Еркін сахна стендап дейді, но КВН емес дейді, КВНнің цензурасынан қашып кеп мына жаққа по полной выкладывать. От души алып да. И кетті боқтар. Потом открытый микрофондар болып жүрді ғой. И адамдар келеді там, Тараздан бір балалар келді.
полный грязь, короче. И олардың түсінігінде просто стендап осылай болу керек деп ойлады. Негізінде ол тек қана олардың емес, мен орысшадан бастадым ғой. Менімен бірге новичоктар келгендер болды, менің бәрін қарап жүрдім ғой. Ол жаңадан келген, то есть стендапқа вот кіріп келген баланың, адамның екі немесі болады, екі ойы болады. Біріншісі ол боқтай беруге болады, екіншісі грязь айтады. Себебі наоборот, мысалға бар ғой, басында сен стендапқа енді келген кезде күлкілі болу оңай. Себебі сенде история көп қой. Сен ананы айтамын, так, мынаны айтамын дейсің да, жинай бересің, типа. Сен уже 1 жылдан кейін, 2 жыл, 3 жылдан кейін күлкілі болу қиын да. Себебі сенде уже болды, сен сығып барлығын айтып тастадың. Болды, сенде уже андай түкте жоқ айтатын қатты. Сен уже андай құрау керексің да. И вот сен нағыз қаласың ба, стендапта қалмайсың ба, сол сәттер шешеді. Типа көп ойлайды ғой, бірінші шыққанда айырса, болды, мынау дальше айырады топ деп. Наоборот, сол адамды 2 жылдан кейін көру керек қой. Типа 2 жылдан кейін жүр ма мынау, значит все, дальше кетеді деген секілді. И то 2 жылдан кейін андай как попало емес, нормально уже уровеньмен жүру керек қой. Потому что мысалға 2 комик шығады, допустим, біреуі жақында ғана шығып жүр, но күлкілі тоже. Екіншісі бұрыннан шығып жүр, тоже күлкілі болса, сен опытныйды бірден сезіп қоясың, өзінің ұстағанына немеден. Анау күлкілі, бірақ бірдеңе жетіспей тұрады. Анау опытный екен сезіп қоясың бәрібір. Сезіледі ол қатты. Ол ана еще кейбір стендаперлар андай заложник болып қалады да бір теманың. Получится там, не знаю, бір Дитков шығады да, в основном өзінің қолы туралы, детствосы туралы айтады да. Айта береді, уже 5-ші выступление қатты интересно емес. Біреу келеді да, өзінің там, не знаю, бір жерден бір, мысалы, қазақ или өзбек или қырғыз Россияға барады да, Қырғызстаннан екенін айтады да, сол темаға педалировать етеді да, Россияда жүрген темасын. Ол да уже кішкене қызық емес те болып қалады. Ол ана КВН-дағыдай ғой, там борцы сияқты командалар ғой, бір образға бір фестивальдің бір образдарымен шығады да, айрады, потом уже со временем қызық емес. В этом плане екінші тип стендаперов, который просто умеет про все шутить. Просто мысльдарды алып, разгонять мысли, какие-то выводы айтып, өзінің ойын айтып. Ол жаңа там, допустим, какой-то Орлов сияқты, например. Разные темаларға айта береді да, просто он умеет подавать. Или там Усович сияқты. Или, допустим, қазақшада Жекен сияқты, например, да. Пофигу ғой, Жекенге разные темаға перевереді. Просто бар ғой, ол андай нәрсе, өзі стендапта бірнеше немеге бөлінеді. Енді мен қазір ұмытып қалдым, но типа отношение, позиция, сондай нәрселер бар да. Жекен на уровне чуйки. Ол мысалы кітабын оқымаған білмейді, но андай талант енді береді ғой адамның бойына. И ода ана талант бар да, шутка жазып жатқан кезде, ода позициясы бар ол шуткаға, и отношение бар. Мысалға байқасаң, наблюдение бәрі жазады. Допустим, бірақ наблюдение байқайсыздар ма, қазіргі оқушылар бізден үлкен ғой, деген секілді, ол қойшы дейсің ғой, зайбал баршы дейсің да мысалға. Бірақ когда андай басқа наблюдение айтқан кезде, то есть мысалға Жекеннің наблюденияларын қарайсың ба стендапта, прикольно. И қатты күлкілі, мысалы, Яндекс такси уже выхожу. Итермелеп тұрады да, асықтырып андай. Уже деп, мысалы, сен оны күнде көрсің, но сен ойламайсың да, короче, бля, неге уже деп жазып тұр деген секілді. Он разгоняет, конечно, не просто узнавашка нәрсе. То есть позиция мен отношение бар да анаған. И сонысымен прикольно, короче. И сен мысалға стендапқа келген кезде андай басында ондай нәрсе болмайды сенде. Сен просто күлкілі нәрсе жазасың. Со временем сенде уже сол шуткаға позиция пайда болады и отношение пайда болады. То есть сен уже андай просто күлкілі нәрсе жазу саған қызықсыз болады. Сен уже өзіңнің ойыңды что-то вложить, сондай қалдыра бастайсың. Уақыт өте келе соған келесің по-любому. Потому что сен уже жай шутка айтып болдың, қандың, қышуын қанды. И, короче, все, сен уже өзіңді көрсету керексің да? Маған в целом сондай ұнайды, когда сен разные нәрселер айта аласың өзіңнің бір позициямен, ойыңмен. А когда, например, Сабуров басында күлкілі болатын да, бір-екі выступление, потом маған ұнамай кетті. Потому что әйелі, қызы, әйелі, балалары кете берді. Последний. И последние жылдары он начал уже разные темалар айта беруге. Алдындағы, почему, типа, есть людей нормально, а зоофилия это, типа, что-то плохое. Жоқ, есть животных.
есть животных нормально, заниматься трафик любовью, дегенди заниматься любовью с животными. да. Любовь или смерть деген секілді ғой, Иә. Ол уже басқа тема да, семья туралы емес. Вот сол кезден уже прикольно. То есть анандай ғой, ол сен вроде келіспейін десең, реально любовь или смерть ғой мысалға. И прикольно. Вот былай қарап тұрсаң, оны сен ойланбайсың да, бірақ сондай нәрсе жазған кайф. Иә. То есть соған келу керек та. Вовремя, наверное, шығу керек сияқты андай. Ну, по-любому сондай комиктар бар, которые өзінің бір темасын ғана айтады да. Но вовремя шығып кету керек сияқты одан. Допустим, қазақшада аңсаған болдым, например. Там мощный выступлениялар болды, папасы туралы, мощный выступление, оралман туралы. Но в какое-то время так показалось, что ол чуть-чуть сол темаға кіріп кеткен сияқты и шыға алмай қалатын сияқты болып тұрды да. Өйткені бірнеше выступление сол туралы кетіп қалды. Адамдар соны үшін Комментарийлар еще андай, сен соны айта бересің ба деген секілді оқылды басында требовали, потом уже как-то андай басталды, типа, ну уже не выступление сондай болып кетті. И сол кезде вовремя шығып кетсе сол темадан. Просто видишь, ол андай ғой, қайда шығады? Ну, жаңағыдай нәрсе ғой. Просто андай ғой, қара. Мысалға Оралман, батямыз бүйтті, таста кетті, анау потолок уже, то есть сен өміріндегі ең ебануты нәрсені халыққа шығып қорықпай айтып тұрсың да, күлкі қылып жеткізіп тұрсың. Ол сен ішіндегі андай жан ауырғанын, то есть сен оны депрессировать еттің ішінде болды да, но ты пережил это, осознал, принял, и сен оны халыққа шығардың. И анадан кейін сен кеше магазинге барып сағат сатып алдым деп тұрсаң, зайбал ғой. Мысалы. Мне кажется, болады, почему нет? Ну, допустим, Сабуров семьясы туралы айтты да, келді да, басқа тема айтып кетті. Допустим, Орлов басында ол андай темаларды айтып жүрді ғой. Типа, оның еще концерттары болды, там әкесі жоқ, типа, үйінде ішетін деген сияқты. Анам алкоголизммен ауырады. Алкоголизм деген темаларды айтып жүрді ғой. Потом басқа выступлениесін қарайсың, раз ол басқа вообще готовка туралы бірдеңе айтады, но так же смешно, типа. Ну, тут, мне кажется, материалға байланысты. Если басқа бір тема, но смешно болса, ол по-любому кіреді. Но егер сен мынау кірді, осымен кете берейін десең, бір теманы кете берсең, ол уже кішкене қызықсыз болып кетеді. Мен мысалға өзімнің юморымды қараймын ғой. Өз юморымды қарағанда прям топовый ішінде ешқандай материал жоқ. Ну, мен андай өте обычный семьядан, мысалға ата-анам, и барлығы уже орысшада да қазақшада айтады, біз қатты бай тұрған жоқпыз. Қатты бай тұрған жоқпыз деген миллион рет айтылды да, и сен онымен уже болды таңғалдыра алмайсың. Мен жоғарғы оқу орнын бітірдім. То есть мен андай мүлдем оқыған жоқпын, анандай істедім, мындай істедім деп айта алмаймын. Мен өте дұрыс өмір сүрген адамда, типа оқу орнын бітірдім, бітірген бетте қолыма дипломды алғаннан кейін 2 аптадан каким-то образом жұмысқа кіріп кеттім. Жұмысыма таңнен кешке дейін 3 жыл от звонка до звонка отырып барып қайтып жүрдім, ақшамды алып жүрдім. То есть мен өмірім андай просто чуть-чуть ақша жоқтықпен связано да. Болды. Басқа ешқандай менде тақырып жоқ. Ол бір моментте андай болып кетті ғой. Бір моментте кедейлік модно болып кетті, байқадың. Иә. Баяғыда андай болатын ғой, сен жағдайың жоқ болса, сен кішкене ұялатынсың да. Жағдай жоқ деп айтуға ұяласың да, наоборот, типа, ай, мына киімді кимеші, ананың киіп аш, ана парадный киімді киіп жүр деген сияқты сондай тема болды. Выходқа кетін кием дейтін. Везде сен өзің жағдайың бар сияқты қылып ұстау керексің да. Жағдайың жоқ екенін көрсету бір позор болатын да, типа, кедей деп ойлап қалады мен деген. Потом бір моментта раз кедейлік модно болып кетті. Ну, кедейлік емес, қарапайымдылық деп өзгертіп алды да, типа. Біз там кедей тұрдық, но қазір міне көтерілдік деген модно болып кетті. И адамдардың бәрі соны айта бастады. Мен міне жағдайым болмаған, міне осындайға көтерілдім деп айтып, сондай темаларды. Ол андай ғой. Мысалға мен міне 2 жыл болды ма, 2 жылдан аса стендаппен айналысып жүрмін. И мен қазір келдім ана әңгімеге, что мысалға мен уже енді кезінде әкем ішті, например, иә. Типа андай бір анаммен бір болады ғой, бір моменттар итеріп қалатын деген секілді моменттар, мен далаға шығып кетіп жылаймын деген секілді моменттарды жазып жатырмын. Но мен оны типа стендапқа келгенде уже 1 жылдан кейін ойлана бастадым ол нәрселерді. Но по-любому бір күні шығады деп. Но мен сол кезде жазған жоқпын, себебі мен түсіндім оны күлкілі қылып жаза алмайтынымды. Сол моментта. Ал қазір мен уже андай жазамда барып тексерем. Халықтың міне көзқарасы бәрібір андай. Басында бүйтіп
заход болады ғой, әзілді баста келатқан кезде типа сен оны не үшін айтып отырсың деп қалып кішкене қысылып қалады да, но панчты айтқан кезде күліп жүреді, то есть ұялып отырып күліп жүреді да андай. И мен сондай форматта бір жыл бұрын мен жаза алмайтын едім да оны. Мен андай басқандай қылып онша емес қылып жеткізіп сөйлер едім да, и өкінер едім, что мен оны дұрыс жазған жоқпын. И сол үшін мен әлі күнге шегеріп келе жатырмын, может басқандай қылып жазылып қала ма ол деген секілді. Адамдар үйренген, уже үйреніп жатыр. Просто қазір андай тема болады ғой, енді бәрі уже детский бір проблемаларын, там травмаларын айта бастайды, но смешнее будет у того, кто классно это расскажет, типа подаст. Бір екі адамда бірдей теманы айту мүмкін, біз нашар тұрдық, әкеміз ішті деп, но кімде это посмешнее получится, кто интереснее подаст басқа жағынан. По идее негізі қазақшада аңсаған бастады ғой сол теманы. Баста реакция тоже қызық болатын. Отырады да, бізді папамыз тастап кеткен дейді да, анау сахнаға шығып сол нәрсе айтып тұр ма дейді, короче, адамдар. Олар да, ну мен папама ренжімеймін, зато ол мен военкоматтан құтқарып қалды. Оказывается, мен кормилец семьи екенмін дейді. Сондай темалар уже разъеб. Адамдар уже, по идее, жиза дейді кейбіреулер, тоже сондай сталкиваться еткендер. Адамдар уже үйрене бастады, нормально қабылдайды да уже. Просто мысалға, допустим, мен басында еще аңсағанның мыслер астында андай комменттер болатын. Мына бала әзілдеп тұрса да көзіңде мұң бар, жылағысы келіп тұр дейді. Сондай нәрселер бар дейді. Адамдар өздері оқып ала ма? Драматизировать етіп жүрген да. Бара-бара уже үйренді да адамдар. Бәрімізде бола қалған нәрсе болды. Детский травма болсын, үйдегі конфликттар, там бәрімізде болды. Ну, оны что скрывать? Просто поделись этим, наоборот, айт, көрсет. Менде де болған ондай. Біз біргеміз деген сияқты. Біз біргеміз. Ол просто видишь, андай оралман деген тема еще андай ыңғайсыз ұят болды ғой. Типа сен оралман болсаң бүйтіп ұяласың, кішкене сондай моменттер болды ғой. Мысалға мен КВМ-нен жүрмін да, и Курчатовта бүйтіп бізге бір 2-3 бала көмектеседі. Ұйымдастырумен, бәрімен ше. И артынан ақша, ну то есть кішкене ақшаны аламын да, то есть бізде финансы өзімше жауап беретін бір бала болды, айтын. Давай бір стол организовать ет, бір кафеден. Өздері жалғыз кафе бар екен Курчатовта. Ол сол, ну мен сол кезде каскад деген, типа нормальный ма деймін, нормальный дейді. Бір столды қосып, бір жалғап, балалардың бәрін, көмектескен балалардың бәрін шақырып, сол местный. Шай ішіп, тамақ ішіп, күшті болып әңгімелесіп отырамыз да. И бір қыз отыр, мына жерде бір тағы да бала сөйлесіп отырмыз екенбіз, жап-жақсы сөйлесіп отырмыз. И бір қыз әңгіме басталып кетті, и мында оралмандар көп деген әңгіме басталды. И, короче, надоел, бірдеңе, короче, оралмандар жек көрем деп әңгіме кетіп жатыр, короче. Ал мен қарап тыңдап отырмын. Ойымда түк те жоқ. Енді ол өзінің мнениесін айтып отыр да. И мен оған, то есть, ол кезде бір 22-де ма, 23-де ма, мен де сондай жастамын. Адам мнениесін өзгерткім келіп отырған жоқ та, просто тыңдап отырмын. Как данность, то есть, ұнатпайды екен, я ұнатпайды жарайды деген секілді. Дедім да, қойдым. И мына бала тұрды да, все, брат, онда мен қайтайын деп қайтып кетті, короче. А мен ойымда түк жоқ, че ерте кетіп барасың деп. И ол кетіп қалды. Сосын Елдос келеді да, ана пацан по идее оралман дейді да. Ана қыз да отыр, короче. Мен айттым, да аны қойшы, мен все дедім да. Сосын ана қызға айттым, бля, ана қыз жігіт оралман екен, бекер үйтіп айттым деймін да. И ана қыз тұрады да, да деп ыңғайсыздан қалды, короче. То есть онымен нормально сөйлесіп отыр да. И тұрады да, оралмандар ұнамайды деп өзі айтты да, короче. Білмейді да оралман. То есть андай бәріне топырақ шашады да, короче. Сондай. Осындай подкаст. Үйде түсіріліп жатқан нәрсе. То есть сол неменен шешіп тастады ғой. Мысалға сол стендапымен любой адам көріп, пойди, а че мен ұяламын деген секілді. Еще ол прикольный блогер болып келе жатыр да. Прикольный емес лицосы бар да, и тұрады да. Мен оралман дейді да, и тұрады да. Вообще андай ойлап жүрген адамдар, анау кайф пацан, по идее, күлкілі, күшті пацан деп жүрді, а еще оралман дейді да, уже психологиялары өзгереді, короче. Ну, по идее, важный нәрсе жасады. Иә. Прикольный нәрсе. Негізінде ондай нәрсе көбірек болса кайф қой. Көбірек болса кайф, но бағанағы әңгімеге оралғанда тоже нужно уметь содан шығып отыруға, короче. Ол кайф нәрсе, ішіңдегі бөлісу. Но вовремя шығып, басқа жағынан бір смешной выступление жазған керек қой. Ол теманы айта берсе де уже адамдарға надай болып кетеді. Өткет. Ужин. Сен тамақ ішетін болсаң, ан жақ комнатаға барып жеп алсаң болады, если что.
свет жағып сипалас болып кетші деп шучу оралман жігіт қой. Тамақ істей алмайды. немене айтайын деп едім. Бақа шаядан басқа түк жемеген ғой бұлар. Просто мен хотел бы, чтобы көбірек сондай бойлдар көп негізінде. Мысалға стендап комикте андай ғой, сен қаншалықты қаттырақ страдать етесің негізінде, өмірің қандай қаншалықты кішкене дұрыс емес, қиындау болады, соншалықты күлкілі материал жазу жақсы негізінде. То есть мысалға болады ғой, сен бір проблема болады да сенде, жай адам тұрады да, біле деп қиналады ғой, а біз андай біләна материал жазсаң айырады ғой мынау дейсің. Бірақ сен қаттындай жопа болып отыр да сенде, өмірің кішкене чуть-чуть не туда кетіп барасың да, но біләна стендапқа шығарсам айырады ғой мынау деп ойлап тұрасың да. Өте сенікін кино түсіріп тастауға болады өмір негізі. Негізінде. Біраз адамның өмірінде бар ондай история. Ол андай ғой. Жоқ, сенікі мысалға сен стендапқа шықсаң ертең осындаймен. Прикольно алып жеткізсең, отклик табады. То есть ол біреудің жүрген, потому что дәл солай өмір сүріп жүрген адамдар регионда былай-былай көп. Мысалға андай ғой, сен басында жай стендаппен шығасың, жай әзілдер. Ол күлкілі емес, сен формулаға үйренесің. Өзіңді таптың деген кезде, оған 2 жыл өтуі мүмкін, 1 жыл өтуі мүмкін, 3 жыл өтуі мүмкін. И өзің туралы айта бастайсың. Уже уақыт, сен түсінесің, что все, я готов, я хочу вот про это говорить. Мен андай кеше автобуста кетіп баратсам деген әңгіме айтқым келмейді уже. Мен уже типа семьям туралы айтқым келеді деген секілді сенде андай шылчок пайда болады. Менде мысалы қазір сондай периодта да мен андай жай шутка іздегім келмейді. Мен андай ертең үйдегілер маған андай айтуы мүмкін, бля, мынаны неге айтып жатсың сен деген секілді. Но мен соны айтқым келеді, что ол болды, анау болды, мынау болды. И соны просто күлкілі қылып жеткізесің, интересно қылып. Сен вообще сонымен сен айыра аласың негізінде. Айтып тұрмын ғой, айыруға болады, ну, типа, чисто гипотетически. Но оны жеткізу керек қой, в первую очередь. Нормально расписать, то есть шығып алып, оны айтып, бүрсетіп жүру емес, как-то. Короче, как это подать, как это рассказать соған. Просто қазақша стендапта как будто бы, ну, короче, парадокс қой бір жағынан. Сен типа сондай нәрсемен көтеріліп алсаң, и қазақша стендапты жаңа уровеньға көтеру мүмкін. Либо мынандай әңгімелер қазақша стендапта пока ешкімге әлі керегі жоқ. Мне кажется, керек болады айтуға. Уже болады. Уже болады. Конечно, уже аңсаған оны істеп қойды уже. Можно, смело можно. Наоборот, сол вес береді. Когда ол сол блоктар болды да, прям вес беретін стендап. Мен сол кезде ойлайтын, вот действительно стендап қазір аңсағанда болып отыр деген сияқты. Что действительно сондай да, өзінің ішкілерімен, нәрселерімен бөліседі, өздерінің ойларын айтады. Еще по тычкам, по шуткам плотно жақсы да. По-любому керек ол, болу керек. Но жаңағы мен жаңа айтып отырмын ғой, типа чисто больно айта беру или бір сол семейный бір темалардан ғана жүре берген, мне кажется, ол жаман. Жай выступлениялармен де разбавить ету керек по-любому. Типа бір мектептегі прикольно. Ана жаңағы боль нәрсе, ана сокровенный нәрселер ол постоянно болып кетпеу керек. Ол анда-санда бір шығып отырып, что вкус не потерять, дәмі кетіп қалады ғой ертең. Сен айта берсең, мен папам ішіп еді, екіншісі келеді, мен папам ішіп еді, осындай конфликт болып еді. Айта берсең, уже понятно, сен папаң ішкен болды. Сен қорлық көріпсің, бала жоқ болды деп. Мен біз сені аяғанымызды қалап тұрсын ба деген секілді болып кетеді ғой. А вот, например, Чеботков басында да ТНТ-сында чисто андай акценттармен соған завязанный шуткалар болатын, там акценттарды имитировать етілады. Потом Канадада жұмыс істеді, США-да жұмыс істеді, там мексиканецтермен тұрды, анау-мынау Қазақстандағы өмірі, менталитетті жүрді да. И потом бірінші сольник болды ғой анау, когда Америкадағы қазақ досымен, там негрлармен, там шөпшекті деген сияқты. Негр деген кешіңіздер, афроамериканецтермен шөпшекті деген нәрсе. Бәріне похуй. Сондай темада болды да, күлкілі болды, күшті болды да. Екінші сольнигінде бам, әкесі туралы сольник қойып тастайды. Өте прикольно. Ана Чеботков жай-жай темаларды айтып келе жатты, и раз ана теманы келгенде, короче, ода адамдар кәдімгідей нет қылып. И ол дальше сол теманы айта берген жоқ, дальше басқа нәрсеге переключаться қалып. И оно как-то вкусно болып қалып. Чеботков идеально кетті ол жағынан, иә? Идеально кетті. То есть Чеботков мынандай әзіл айтатын деген клеймо жоқ қой да, иә? Иә, чисто әкесі туралы айта береді деген тема жоқ қой. Ол просто бір моментта вкусно соны подал,
күшті там өзінің сокровенный ішіндегі бойларын адамдар поняли и андай лучше типа дәмі кетіп қалмай сол қалып қалған вкусный жерінде қалып қалған жақсы ғой. Орлов та солай болды ғой. Бір выступлениялар кетті, там детствосы туралы айтты. Келесі сөз тұрады там про сон, про готовку, басқа нәрселер айта береді. Зато анан дәмі кетпейді. А когда сен 4-5 выступления на этом только построен, уже не так. Мысалы, Дитков-то уже в какой-то момент не так интересно, что он қолы болған жоқ, и его в детстве там ему приходилось трудно деген сияқты. Мен мысалы Дитковтың бірде-бір монологын тыңдаған жоқпын. Оның, бәрі емес, в основном сондай болатын. Күлкілі монологтары бар, там футболға қатысам деген, мен футболға алмайды, потому что типа мен қолым жоқ, паралимпийский спортпен айналысайын десем, ты недостаточно типа инвалид дейді, мен сонда не істеймін деген сияқты. Прикольно болды сол. Қолмен жүгіреміз ба неме деген да футболға. Короче, дәмін кетіріп алмау керек. Но жаңағыдай больно айтатын, ішіндегі сокровенный бір өзінің секреттарын айтатын ондай материалдар керек, ондай комиктер керек. Ол вес береді да. Уже стендапты по-серьезному қабылдайды да. Қалай ойлайсың, неге? Просто шутки. Вот жарайды, вот бәрі сокровенный, ана мынау, иә. Просто как будто бы 8-10 минут выступать еткен кезде сен андай сокровенный нәрсенді 8-10 минутқа сыйдыра алмайсың ғой. Мысалға сен шығып, мен мамам бүйткен, әкем сөйткен, анауым сөйткен, мына туысым бүйткен деп просто кетіп қаласың да 10 минуттың ішінде. И ол андай өте тез. Как будто ол сольникқа арналған нәрсе. Менің ойымша ол сольниктің ішінде болу керек секілді. То есть сен 40 минут, 1 сағат. Разы там 10 комик шықты, 10 комиктің арасына шығып сондай тема айтсаң, көрсетіп жүруінде мүмкін. А сольникта полностью назардың бәрі сенде. Хотя бы 20 минут болса да, 20 минуттық видео жеке салсан. Халықтың бәрі саған қарайды да, и сен бір теманы ғана айтасың, фокус тек сенде, там 20-30 минут сен соның бәрін кәдімгі разжевывать етіп, әзілейтін жерін әзілін, там айтатын жерінде мысль қалдыратын жерінде мысль қалдырып айтып кете аласың. Бір абсолютно сольниктің темасы деп ойлаймын. Просто так выступленияларға емес. Но аңсағанда получалось как-то. Но нормально. Но зато бір выступление емес, ол разбил. Бірнеше выступление айтып шықты, какой-то там период болды да, там бірнеше выступление айтып шықты, все, ол сол теманы закрыл, дальше басқа темамен кетті деген сияқты. Мысалға, например, Талғат топовый комик қой, бірақ қандай историясын білесің, шуткасын? Есте қалған ба? Мына нәрсе, білем, бата дейтін. Қандай ол? Неге бүйтіп, үлкен кісі батаны бүйтіп береді дейді, короче. Көбірек қандай, не алышын, не береді? Көбірек. Аты қалай еді? Ырыс бірдеңе. Иә. Тағы болды ғой, көп нәрсе болды ғой. Жаңағы пирог дейтіндер, андай. Өлім мен өмірдің ортасына тұрмын. Қарызға 2,5 мың берші. 2,5 мың берші дегендер. Шуткалар прикольно, Усовичтағыдай ғой. Усовичтада сен ештеңе қазір прям глобально бір айтқан күшті мысльдер есіңе түсіре алмайсың. Сольнигіндағы анам бәрі чисто на приколе кетті ғой, на легке нәрселер ғой бәрі. Өте әдемі. Неге, қалай ойлайсың, неге әлемге қазақша сольник жоқ? Неге ешкім түсірмейді? Халық бір комикқа жинала қояды деп ойламаймын. Соған келе жатқан бір-екі балалар бар, но пока что жинала қоймайды ғой. Мен ойымша... Стендап комик ретінде пока әлі личный брендті качать ету керек, стендап движение качать ету керек. Сөйтіп біреуі может жинауы мүмкін. Просто сольник деген сен үшін қалай? Мысалы, например, қанша адам болса, ол сольник болып есептеледі залда. Қанша адам болу керек? Например, сен 40 адаммен сольник істей аласың ба? 30 адаммен? Мне кажется, какой-то бар, да? Я почему істей алмайсың, істей аласың. Сен түсіріп, бір жерге салып жүрсең де болады, мысалы. Сен, смотря қандай цельді преследуешь. Сен если көп просмотр жинаған қаласаң, или подзаработать там үлкен зал жинап, тогда пока рано. А если ты просто хочешь выдать что-то, материал, саған не важно, қанша просмотр ол жинайды, қанша адам оны қарайды, тогда ты можешь, по идее, в любой момент это сделать. Ертең бардың да сен түсіріп тастадың, салып жүрдің, болды. Там 100 адам қарады, 100 адамға ұнады, допустим. Мысалға мен, например... 100 адам деген, ол интернетта, как будто вообще мелочь қой. Қазір нараға 100 адам тізіп қойш, толпа ғой, по идее. Негізінде өте көп. Даже 1000 адам, это вообще нереально. Негізінде, Біз бүйтіп тұрамыз да,
бля 30 000 просмотр дейміз. 30 000 деген целый стадион ғой, по идее. Ойлашы, сені бүйтіп конвертировать етсе офлайннан онлайнға, сен целый стадион қарап тастады да, короче. Егер солай ойласаң, некоммерческий, в целом можно қазір де соны. Просто олар Қазақстан бойынша разброс, то есть жартысы Қазақстан емес та, и сол үлкен немесе. Мысалы, бір Алматыдан көрсе 30 000, сен еба қатты топсың ғой уже. Мне кажется, любой адам өзінің аудиториясын таба алады. Так, не істейміз, қорытындылаймыз ба бүгінгі әңгімемізді? Қорытындыласақ та болады. Бізді қарап отырған 6 адам: Асхат, Жекен, Аблай, тағы Жоламан қарайды, явно. Жоламан. Рахмет сендерге. Мирас қарамайды. Тағы да кім қарауы мүмкін? Ну, короче, семейден 1-2 КВНщик қарауы мүмкін, өзіміздің балалар. Диас қарайды, явно. Диас қарайды. Диас прикольно. Сендерге рахмет. Сендерге 7-8 адам. Рахмет. Сендердің арқаларыңда канал өмір сүріп жатыр. Каспи номеріміз донат жаз қоюға болады. Донат жасаңдар. Мына столға клеенка алайық кішкене. Бірдей стақан алып. Келесі выпусктарда мынау тестовый выпуск. Тестовый выпуск біз қарап жатырмыз жалпы. Ну, мен просто андай ойлап тұрмын да, негізінде. Тестовый дегенде, енді ютубқа кетіп тұр ғой, но кетіп тұр ғой, тестовый болып, пилотный болып. Ну, по идее, региондарда да бүкіл жерде КВНщиктер көп, и стендапқа, өзің айтқанда, стендапқа қызығып жүрген КВНщиктер де көп. Олар үшін біз ноунеймбіз, но по идее можем, типа, ты можешь завтра пригласить там каких-то топовых стендаперов. Давай, жоқ, олардың арқасында лицо жинап андай не керек емес. Олар өздерінің опыттарымен бөлісіп, өздері бірдеңе айта алады ғой. Жоқ, КВНщиктердің өздерінің подкасттары бар. КВНщиктердің өздерінің подкасттары. КВНщиктер стендапқа қызығатын КВНщиктер. Не только КВНщик, жалпы стендапқа қызығатын. Вот сондайларды, сондайлармен шығарып сөйлесуге болады. Аудитория аз болса да, по-любому жиналады, потому что қызығатындар бар ғой. Давай, короче, былай істейік. Мына подкаст в целом енді дальнейшем болады ғой. Болашаққа жұмыс істеп жатырмыз деген темамен шықсын. Атын қалай қоямыз подкаст? Білмеймін. Комментарийге жазып. Давай тез өт. Мынау бағанағы тема ғой. Неге бүгінгіні ютубқа салынғанына мен замын дейшін өзім. Вообще несін мен. Иә, мысалға мен горельниктен келіп түрін бәрі бычыт шаршап отырмын мысалға. Кеше түнгі 2-ден бастап ұйықтамаған бәріне. Мынаны вообще орындықтың үстіне қойып өтірік болсын, хотя бы чуть локация болсын мысалға. Түк вообще желание жоқ та өйстіп шығуға. Но мен хочу, чтобы именно осылай шыққанын, и даже бір 100 просмотр жинаса да осылай шықсын да, потому что ертең со временем там медийность өскеннен, мысалы сен ертең медийный бір мықты стендапер болып кеткен кезде сен аудиторияң жиналады да, ол кезде сен бір 100 000, 200 000 подписчигің болады да, сол кезде астыға түсіп ең бірінші видеоларын қараған кезде осы подкаст болады да, и сол кезде уже салыстырып көреді қалай болды и қалай получилось. Все. Деп ертең каналыңа страйк келіп. Короче, все, ну, болашақта по-любому, скорее, мен негізінде подкастта 2 адам болған кайф қой. Но если андай, мысалы, Эльдар біреу болып қалса, например, сондай кездерде, например, сені үшеуміз сені антураж үшін десем шақырып отырамыз. Мне кажется, уже нелер керек, стендаперлар. Ақырын стендаперлармен сөйлесіп бастаймыз ғой, бұйырған. Короче, болды. Все, болды, рахмет. Соза бересіз. Все. Давай андай, давай былай бітірейік. Тұрамыз да, просто былай кетіп қаламыз балконға шығып. И 1 минут бойы адамдар просто осылай тупо қарап тұрады осы жерге. Давай. Бір минут өткен жоқ қой. Тап көрдік.